Сәлем, мен бүгін сіздерге бір оқиғаны айтып беремін. 18 ақпан күні мен жаңа үйге көшіп келдім. Басында бәрі жақсы болды. Бір түрлі ештеңені байқаған емеспін. 22 ақпан күні түнгі сағат 22:00-де жарық өзімен өзі сөне бастады. Бұған мен мән берген жоқпын. 23 ақпан сағат 3:00-де қорқынышты түстің кесірінен оянып кетіппін. Үйдің іші сап-салқын болды. Бұдан соң ұйқым қашып кетті. Өйткені қасымда біреу аңдып тұрған сияқты мәселе ойымнан кетпеді. 25 ақпан түнгі сағат 12:00-де кино қарап жатқанда жарық сөніп қалды. Телефонымның қуаты бітіп қалды. Үйдің іші қап-қараңғы, ештеңе көрмедім. 27 ақпан 11:00-де есіктер өзімен өзі төбіресе ашыла, төбіресе жабыла берді. Үйдегі бүкіл заттар өзімен өзі қозғалай берді, ал үйдің қабырғалары дүрсілдей бастады. Бұл жағдайдан соң мен бұл үйді тастап басқа қалаға көшіп кеттім. Ал бірнеше айдан кейін бұл үйден бәрі кетіп қалғанын білдім. Үй аварийный жағдайда болды екен. Шынымен айтсам, мен бұлай ойлаймын. Бұны елес қорқыту үшін емес, мені ескерту үшін осылай жасаған сияқты. Ол болмағанда осы үйдің бүткіл тұрғындары өлетін еді. Саған бұл бейнеролик ұнаса, менің ВКонтактедегі группама тіркел, және лайк бас, және арнама жазыл. Көріскенше, қайырлы түн.